Қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді компот жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет заттар осындай шие, абрикос және де алма мен қант керек. Нақты мөлшерін описаниеге жазып өтетін боламын. Бірінші біз алманы және абрикосты ортасынан бөліп аламыз. Абрикостарымызды осылай дәнінен ажыратып аламыз. Алмаларды осылай арасындағы артық жерлерін алып тастап, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Енді осындай темір ыдысқа жемістерімізді саламыз. Және бетіне қантты себеміз. Енді ыдыстың бетіне сәл ғана жеткізбей салқын су құямыз. Міне осыншалықты көлемде су құйдық. Менің ыдысымның көлемі 5 литр. Мінекей біздің компотымыз 40 минут уақытта қайнап дайын болды. Енді бұл бірінші бөлме температурасына соғу керек, содан соң тоңазытқышқа салып іше берсеңіздер болады. Тез суы үшін мен осындай бөлек ыдысқа компотымызды құямын. Компотты ыдысқа құйып алдым. Біз қолданған жемістерден дәл осындай 2 кувшин компот шығады. Ал достар, біздің компотымыз осымен дайын болды. Сіздермен бірге болған Айнура, назарларыңызға рахмет.